Сәлем достар, сіздермен бүгін ұлттық тағам астың атасы бешбармақ дайындаймыз. Ол үшін қазанға ет, қазы қартамызды салып, су қосып, тұз қосып отқа қоямыз. Ендігі кезекте қамырымызды илейміз. Ол үшін бізге мұздай су, тұз және ұн қосып, қаттылау қылып илейміз қамырымызды. Қатты қамыр болса, ол жайған кезде қамырға салып алған кезде езіліп кетпейді, әдемі болып түседі. Мінекей қазанымыздың да көбігі қайнап қалды. Көбігін алып тастаймыз. Мінекей қазанымыз қайнап жатыр. Етіміз кемінде 3 сағат қайнау керек. Мінекей қамырымыз тынаған соң екіге бөліп алып жаюға кірісеміз енді. Негізі мұздай суға қаттылауға үйленген қамыр езілмей түседі. Қамырымызды жұқашалап жаямыз. Етімізді сүзіп аламыз. Сорпаның тұзын көріп, қамырымызды саламыз. Қайнаған соң мұздай су құйып, сүзіп алсаңыздар да қамыр бір-біріне жабыспай әдемі болып түседі. Негізі қамырды осы бешбармақтың сорпасына илесеңіздер де болады. Ол да өте керемет тәтті болады. Бірақ мен бұл жолы суға иледім. Дайындап қойған тұздығымызды әдемілеп құямыз.